Армысыз көрермен, назарларыңызда апта жаңалықтары сіздермен бірге Дулат Абдраманов. Арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Бүгін көретіндеріңіз. Антикор Қайрат Сатыбалдыдан мемлекетке 2022 жылдан бастап заңсыз жолмен алынған 783 миллиард теңгеден аса сома мемлекет қазынасына қайтарған. Бұл шамамен 1,6 миллиард доллар. Оның 661,5 миллион ақш доллары шетелден табылған. Олар Қазақстанға Австрия, Лихтенштейн, Біріккен Араб Әмірліктері, Түркия және басқа елдерден қайтарылған. Астана мен Алматыда мемлекетке берілген әкімшілік ғимараттардың жалпы ауданы 4 Ватикан көлемінде 180 мың шаршы метрден асады. Қайрат Сатыбалды бас прокуратураның активтерді қайтару жөніндегі комитетімен кінәні ерікті түрде мойындау және заңсыз сатып алынған құны 50 миллиард теңгеден астам активтерді қайтару туралы іс жүргізу келісіміне қол қойды. Мемлекет меншігіне өтетін мүліктің кең тізіміне Алматыдағы 2 бизнес орталық, Франция, Түркия, Біріккен Араб Әмірліктері және Ресейдегі элиталық жылжымайтын мүлік, сондай-ақ сәнді автомобильдер мен зергерлік бұйымдар кіреді. Осылайша Сатыбалды 2,5 жыл ішінде мемлекетке 783 миллиард теңге сомаға мүлікті қайтарып берді. Ләйлә Сұлтанқызы денсаулығына залал келтірген Fly Арыстан әуе компаниясының үстінен арыз жазды. Ол бұл туралы әлеуметтік желіде жариялады. Ләйлә Сұлтанқызы 13 тамыз күні Шымкенттен Астанаға ұшып келген. Ұшақ есігі ашылмай жатып орнынан тұрып кеткен жанындағы жолаушының абайсыздығынан сөреде тұрған ауыр зат оның үстіне құлаған. Салдарынан көзінің түсі жарылып, қабағы жарылған. Осылайша Ләйлә Сұлтанқызы әлеуметтік желіде бұл Fly Арыстан әуе компаниясы қауіпсіздік шарасын сақтамағандықтан орын алған жағдай. Бортсеріктер мен әуе компанияның алғашқы көмекке дайын емес болғанына қапа болдым. Не аптечка, не мұз, не суық зат, не қан тоқтататын, не салфетка жоқ, деп жазды ол. Оған қоса әр бортсерік жолаушы мініп түскенше адам денсаулығына жауапты алғашқы көмек көрсетуге міндетті екенін айтты. Бас бапкер қызметінен кетті. Бокстан Қазақстан құрамасының бас бапкері Мырзағали Айтжанов пен бапкерлік құрамдағы 10 жаттықтырушы Қазақстан бокс федерациясының вице-президенті Азиз Қожамбетов отставкаға кетті. Бұл ақпаратты бокс федерациясы хабарлады. Ұлттық құраманың бас бапкері кім болатыны әлі айтылмады. Ал Қазақстанның еңбек сіңірген жаттықтырушысы 65 жастағы Тұрсынғали Еділов Қазақстан бокс федерациясы президентінің кеңесшісі қызметіне тағайындалғаны хабарланды. Еділов Қазақстан бокс құрамасын Сидней 2000 олимпиадасына алып барған еді. Сол кезде Қазақстан 2 алтын, 2 күміс медаль иеленген. Бокстан Қазақстан ерлер құрамасы Париж олимпиадасына толық құраммен 7 боксшы барып, тек 1 күміс медаль иеленді. Айтжанов Париждегі көрсеткішті ең нашар нәтиже деген. Электросамокаттарды жалға алуға қарсы петиция жарияланды. 1 тамыз күні e-petition сайтында самокаттарды жалға беруге қарсы петиция жарияланып, қазірдің өзінде 1000-нан аса адам қол қойып үлгерген. Петиция авторының айтуынша, самокатты жалға алушылар ережелерді мүлде сақтамайды және бірнеше адам болып бір самокатпен жүре береді. Оған қоса жаяу жүргіншілер жолағынан өтерде әрдайым үрей тудыратын, артынан біреу келіп соғып кетерде қорқатынын айтады. Бұл мәселені шешудің жалғыз жолы электросамокаттарды жалға беруге тыйым салу. Апта жаңалықтар лигі осындай. Келесі аптаға дейін қош сау болыңыздар. Арнаға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған QR News ақпараттық агенттігі.